жинап тастаған ана әкімшіліктен звондапты, жалау көтермеңдер деп. Өз елімізде осындай не болып жатырмыз. Ұят нәрсе, о мынау деген. Әкім, біз Қазақстанда жасап жатырмыз ғой, Россияда емес қой. Соны неге түсінбейсіздер? Түсінгендерді бізге де айтып жатыр ғой, ертең бізді шақыру мүмкін орган. Шақырғанда сіздер орындарынан алып тастайды қорғастар ма сонда? Жоқ, орындан қорқып жатқан жоқ. Оны не қылыңыздар, біз Қазақстандамыз деңіздер. Мәселе онда дейсіз ба? Жоқ, мәселе енді сонда болып тұр ғой енді. Жоқ, мына көтергенде мысалы өлеңді мен мысалы Россияға барып мен Қазақстанның туын көтеріп жүрсем дұрыс ол. Ана жақтан давай закройте дейді. Как мирный митинг сияқты дейді. Бұл митинг емес қой мысалы. Жалауды сондай немен түсініп жатыр да бұлар. Түсінбе, ол біліп тұр. Бұлар специально өздерінің саясатын құрып жатыр мына жерге. Бұл жамандық емес қой. Көтеріңдер. Үшінші жалауды маған беріңдер, мен ақ көтерейін, мен ақ қамап жіберсін. Бұл ұят нәрсе ғой ол деген. Мен ақ көтеріп жүрейін, інім. Көтере бер, не қыласың? Ашша не қыласың онда? Ане? Оны сен өлеңдігін көтеріп, өз елімізде жүріп, өз жалауымызды көтере алмасақ. Иә, жарапазанды ешкім көріп тыңдамайды ғой, нина жише қандай. Мынау дұрыс па? Өз елімізде жүріп, өз жалауымызды көтере алмаған дұрыс па? Сіздікі апай қолда ғой. Рахмет апай, қалайсыз? Қажа апай, иә, мен оқытқансыз мені талай. Мына жалауды неққанда мен ішім күйіп атқаны. Иә, жинап тастаған ұқсат жоқ әкімнен дейді. Біз Ресейде жүрген жоқпыз. Ресейде жүрген жоқпыз, Украинада жүрген жоқпыз. Әкім сондай деп жатыр дейді. Ұқсат жоқ, мына Қазақстанда жасап жатырмыз. Мына қараңыздар туды. Мына бетін сүрмей ақ қояйын іннің. Оняқтан не келіпті? Бұйрық келген, жалауды көтермеңдер деп жатыр.